Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді және өте тез әрі оңай пісірілетін осындай керемет бәліш пісіретін боламыз. Ең алдымен біз бір табаққа ұн, какао, қант және де кішкене ғана тұз сеуіп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін біз оған жұмыртқаны жарып саламыз. Одан кейін оған сары майды, су майды және сүтті қосып миксермен араластырамыз. Одан кейін біз бұл массамызға соданы лимон қышқылымен араластырып саламыз. Одан кейін дайын массамызды табамызға салып, духовкада 155 градуста 45-50 минут пісіреміз. Айта кетейін, духовканы минимум 40 минуттан кейін бірақ ашу керек. Себебі біздің осы бәлішіміз әйтпесе түсіп қалады. Яғни көтерілмей қалады. Дайындығын ағаш шпажкамен тексереміз. Одан кейін формадан алып, суығанша қойып қоямыз. Мен бұл бәліштің бетіне қаймақтан алған креммен ерітілген шоколадты араластырып құйдым. Мінекей біздің бәлішіміз дайын болды. Осы рецептпен жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Және де ол өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.